Сәлем достар, сенімен бірге қазақ Robloxers. Достар, бүгін біз Robloxтағы Brookhaven ойынды ойнайтын боламыз. Бұл Brookhaven ойынды мен ең алғаш рет ойнап тұрмын. Сондықтан жақсы ойнадым ба, соны комментке жаза кетіңіздер. Бұл ойында біз бойымызды кішірейтіп үйлер тойлайтын боламыз, және мен өзім аутфит, яғни киім құрастырдым. Соны комментке ұнады ма, жаза кетіңіздер. Ендеше бастаймыз. Қасым ергесейші. Эй! Сәлем достар, сіздермен бірге қазақ Robloxers. Сәлем достар, сіздермен бірге қазақ Robloxers. Мынау мен Тышқан. Тышқан да, прикинь, Тышқан. Короче, достар, бүгін біз осындай Brookhaven ойнайтын боламыз. Brookhavenде адамдардың үйін тонаймыз. Если что, мына жақта менің подписчиктерім ойнап үйлерің болса, мен үйлерін тонап кетсем, ренжі жоғынан. Жүрсін қараш. Тұрсын қарандар. Ай, әдейім болып тұр. Міне әдейім. Біз ең бірінші достар бүйтіп скин құраймыз, короче. Бүйтіп бойымызды нәмнен қыламыз. Бет істейміз. Бет дегенде. Бет. Тұрды қарандар. Осындай тұрсаймыз, андай. Sigma woman. Пикми қыз істейміз ба? Қандай қыз істейміз? Короче, нандай қыз істейміз кеттік. Пикми қыз істейміз или чо? Смуглый істейміз. Нандай қыз істейік ба? Короче, шаш бәрін істейміз. Мен әдейім красотка болып тұру керекпін ғой. Осындай шаштар өмірде болса ғой, ё-моё. Әдейім, вау, қарандар достарым. Мына кепканы алып тастау керек маған. Кепканы алып тастау керек. Вау, достар. Вау. Мәш. Мынау качок болды ғой таза. Так, достар, енді киім давайте. Әдемі пикми образ, короче, істейміз қазір. Мынау, не ма? Вау, мына тұрды қарандаршы. Аяқты қарасындаршы, сен аяқты. Так, давайте нандай қыз боламыз біз. Или нандай қыз болайықшы. Мен фигурамнан гөрі басым, аяғым дәу ма? Не болып кетті? Мынаған болайықшы, давайте. Әне. Нандай болайық или. Үстіп адамдар нені өріп тұрсаң, нандай болып. Жақсы. Міне. Неге? Хаги-ваги болайық или. Жақсы, давайте кетті, киінеміз, давайте. Қаз переход түремін. Вау, достар, қарандаршы. Аның ішінен бір кофта сияқты бірдеңе кию керек, әйтпесе не істеп тастайды мынаны. Үстін көрмей ма? Қып-қара болып тұр. Вот. Сакура штаны дейсің. Мен түрім қайда? Түр жоқ қой менде. Не болады, түр десе түрі бар деп айтатын. Онда жоқ менде. Вот, сен Sigma woman боламыз болды. Анау трусы ма, не анау? Давайте басқа киім таңдаймыз. Так. Әдемі киім тауып алайықшы, пожалуйста. Өте әдемі. Осындай, мне. Просто үсті маған ұнамай тұр. Андай трусы сияқты ма бір? Осындай болып тұр ғой, примерно. Маған жаңағыдай, бірақ чуть-чуть андай жабықтау киім керек та. Бұтымды көрінді ма? Я бұтымда адам жоқ. Ой. Бүкіл киімдерді давайте удалить етпейміз. Шаш нормально? Ту. Вот, осындай голый боламыз да, қазір фукет әдемі болшамыз. Не? Вот. Іші пустой ғой. Білгім келмеді. Қасымнан бір қыз өтіп кетті. Типа маған көріне алмай жатыр десең. Қарасы бар екен андайдың. Мандай бар екен. Мандай свитерлар. Пикме образ жасаймыз қазір достарым. Мандай бар қағандар. Свитер. Бізге... достар, короче, қазір біз аутфит жасаймыз. Астымызға бізге андай трико керек. Штаны. Артур тұрын қарандар. Қазір біз аутфит жасаймыз, әдемі. Ондай күшті бұттатыншы. Қазіргі таңда, сакура штаны дейтін бар, өте танымал, популярный штаны. Біз типа того сондай не кию керекпіз. Например, или осындай. Либо нандай. Ақтау, или бір қаралау. Осындай, либо шалбар, джинс. Кіркір сияқты. Нандай джинсы можно. Бірақ бұл біздің немізді өте нәңғыл жер. Поэтому осындай бір трико ала салайықшы. Нандай хотя бы.
ату не мынау? Давайте бірінші біз үстімізді қаралақ, әйтпесе үстім не болып тұр андай. Бірінші футболка. Бізге ақ футболка керек қой. Ақ футболка, шынды очкисін. Так. Бізге ақ футболка керек. Ақ футболка, шынды очки деп жүреміз потом. Міне, қараңдаршы, неткен мен вкусым бар ғой десең. И потом осыған қарап біз қазір ботқа шалбар таңдаймыз. Осындай белый болып жүрейін ба? Аяққа шлепке керек бізге. Тәпішкі. Мынандай нәмнен тәпішкілер қояйық. Мынандай ше шлепка айттым ғой. Достар, мен осы жерде очки таңдаймын. Мен бойым қатты өсіп кетті ма, или мен көрмей тұрмын ба? Қалдым. Мен бұтымды көрмей тұрмын ғой. Барлық көзілдіріктер әдемі. Просто менің шашыма ұйқаспай тұр, әйтеуір. Потом үстіп барлығын бас таңдап көріп, ішінен бір кішкене жағы өте жіңішке бір нен очкиді таңдадым. Так, енді украшение таңдаймыз. Украшение бізге очки, немесе сырға. Осы өзіме ұнап тұрмаған. И потом енді аксессуар таңдаймыз. Мысалы, мойынға осындай. Жоқ, бұл нән. Нандай. Жоқ, ананы алып тастау керек. Вот. Енді жоқ, бүйтейікші. Үстіміз вполне осындай нормально әдемі. Мынау Артур. Мен үстім өте әдемі болып тұр. Үстімдегі футболка өте старый сияқты, поэтому давайте поменяем. Өте әдемі қылып өзгерту керек. Осындай бір жоқ. Бір ақшылдау керек маған, қаралау керек емес. Бірақ қараны все-таки көрейік. Әдемі сияқты. Вау, бізге сөт не түсіп жатыр, достар, закат па? Закат. Закат прикиньте, да? Кеш батып жатыр. Давайте нақа тұрайық. Вот, естіп тұрайық. Үстінде футболкам жақсы ма? Қазір бұл Артур, поэтому біз Артурға бірден жазамыз қазір. Мен естіп жаздым, үстімдегі футболка норм ба деп. Бұл негіз футболка емес. Мен мынандай либо ақ футболка сияқты бірдеңе киейін деп жатырмын, достар. Мындай. Міне жағын ағында мынау. Ойбай. Ұшып кеттім ғой. Мен мынандай киетін болдым. Жағы қайда? Міне. Бір ема үстімді қараңдар, әдемі болып кетті ғой. Мынандай кием шығар, достарым. Вот. Давайте қазір біз шашымызды да өзгертіп көрейік. Дейді. Мен бір мынандай шаш жаймай-ақ осындай әдемі прическа қылып түйіп жүрек та. Неге түймеске деп ше? Мынандай. Жоқ. Бір осындай темныйла, осындай шаш керек маған. Мынандай бір. Бұл, кстати, Рамис. Имен новыйдан аккаунт ашқасын, оны қайттан қабылдап жатыр. Норм сияқты, достар, короче, мен кеттім, все болды. Мен бұтын қалай не бады, кейін норм ба дейді. Шығар деп жаздым. Нормально шығар деген сияқты. Давайте кеттік, достар, мен атыма мініп алам. Үй ұрлаймыз ба? Кеттік, достар, атқа мініп. Бірінші заттар алып алайық. Бірінші үйлерді қарап алайық та. Давайте 11-ші домға барайық. 11-ші дом. Ол бізді ашы... Ой. Короче, достар, міне. Менің аутфитім осындай болып шықты. Менде очки осындай. Мән, достар, мына жерде крестик тұр. Ал менікі, достар. И осындай үстімде цепочка и осындай штаны. Осы штаны, если бұл өмірде болса, маған айтнет. Ал Артурда мынандай. Наушник, толстовка и мынандай. Кетті 11-ші үйге барамыз. Аяғымдағы FIFA-ярдағы не? Бол. Кел, қақтасын 11-ші үй. 11. То есть, бір. Ой. Бір. Иди. Бойынды кішірет, и андай не алып ал. Аты не еді? Мешок. Мешок. Достар, мен айналып кеттім ғой. Стоп.
міне мен бойым. Как күтетін мен мешок алайын. Анел мен мына жақта дайын. О, адам. Артур қаш. Екінші этаждасың ба? Иә. Бұл жақта жоқ, мына жақта сияқты. Ох, мына жақта адам. Сейф. Бомба керек қой еще бізге. Анел мына жақта. Хоппа. Дай. Қаш. Өлтіріп тастап жүрмесін анау. Мен шығып кеттім үйден балконнан. Все, достар, шықтық. Бірінші үй плюс. Бізге қарап тұр ғой. Да, кеттік. Артур, кеттік. Екінші үй, дай. Вау. Сыртын осындай екен, да, кетіп жүр. Есік ашық прикинь. Артур мына үйге кіру, мына үйді не істеу қиын сияқты. Мынау вообще мынау үй емес қой. Мынау несі қиын табу. Анел таппақ қояш, басқа үйлер. Сол басқа үйге барсайықшы. Үшке. Үшінші үйде дым жоқ. Онда төртке. Төртте, беске барайық жүр кеттік. Робияның үйі екен. Мен бесінші үйге келім кетсін ба? Жүр. Мына жақта несін білем мен. Бұның есігі ашық. Енді бомба дейін жатырмын ғой. Не. Ема бәрі кіріп жатыр ғой. Артур бәрінен көп. Кімдер? Есе кету керек. Артур мен бір жаққа... жоқ. Мен осы бір жер... Нені? Мен осында үйіма соған бейті кіріп кетіп едім бір жеріне. Тұрдым да бейті кіріп кеттім. Не істейміз? Сигін. Сен бар тұр. Не істет? Үйін өшіре салдым едім ғой. Так, короче, 6-шы, 7-шіге кеттік, достарым. Бұл Анжеликаның үйі. Есігі жабық. Біз өйстіп кіреміз. Кіре алмай жатырын. Все, кірдім. Все, кірдім, достарым. Надеюсь, бұл үйде бомба бар, бірақ... Стоп. Қай үйге? 11 ма? Анжелика. 6-шы ма, 7-ші ма үйі, короче. Анжеликаның үйі. Ана маған кетір. Кетшей. Ана үйін қызыл қойып тастады, Артур. Маған қызыл қойған жоқ. Или мен зала кертіп тастады ол. Кеттім. Анжелика. Мен 8-ші үйді расследовать ете берем. Мен 7-ші үйді. Давайте біз бомба алайық. Міне бомба все кеттік. Ана ішіне адамдар бар. Мен бірінші андай тинг-тонг кіреміз. Жаным, ашты. Олар не дейді? 8-ші үйге ме? Сен тинг-тонг деп кір, Артур, есіктен жауып тастады, тинг-тонг деп кір. Свет түгіме жүрсат. Рами, изнес? Что-то не поняла, достар. Бұл не болды? Свет түгіме жүрсаған. Бұл жақта дым... міне 2-ші этаж, достар. Мына жерде кім бар? Бұл жақта дым жоқ. Достар, іздейміз, достар. Бір гардеробный жақта болатын еді ғой. Тауып алдым. Го. Все, алдық. Қашамыз. Басқа 11-ші үйге кетіп қалдым мен телепорт жасап. Так, 9-ші үй 11-ге кеттік ал, достар. Аяука дейді. Аяуканың үйі. Ал Аяука кешір. Біз ең бірінші бетіп тоқылатып кіреміз. Ішінде адам бар ма өзі? Ішінде адам жоқ, кетіп қалған. Достар, кіре алмай жатырмын. Сен қалай кіріп кеттің? Кім кіріп кеткен? Все, достар, кірдім. 2-ші этажда сияқты, по-моему. Вау, қараңдар, достар. Үй әдемі екен. Сен ма кіріп кеткен, мынау жүрген? Сейф таптым. Все, қаштық. Есігі қайда бұны? Тастап телепорт жасасақшы. Қай үйге? 12-ге кеттік, давайте. 12. Мисс Юниверстің үйі. Еба. Привет. Ана қола мысық ұстаған ғой, шына қараңдар. Біріне тұрсай.
Все, вау, достар, үй әдемі екен. Ох, ей. Вана, үйі прям андай не ғой? Қайтат. Наның үйі дейтін комната ғой, ё-моё. Әне, Артур жүр, достар. Кеттік, екінші этажға кеттік, давайте. Бірінші няқа кіренсіз. Бұл жақта жоқ сияқты. Няқа. Ойбай, адам тұр ғой няқта. Ох, достар, мені шығарып жіберді. Мені шығарған жоқ па? Мені шығарып жіберді. Ал, үйін үшті сат. 15. Все. Үй жоқ сияқты енді. Отель бар няқта еще. Земля дейді. Короче, достар, біз үйлерді осылай тонадық. Видео ұнаса, лайк басып, комментке өз пікірлерін жазып, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Және де мен осы видеоның астына телеграм каналды қалдыратын боламын. Сол жаққа кіріп, бізбен бірге Roblox ойнасаңыздар, именно Brookhaven ойнасаңыздар болады.